Рамазан айында адамдар жиі орнатын қателіктер. Барша мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бүгіннен бастап әлем мұсылмандары таң атқаннан ауыз бекітіп, Аллаға құлшылық жасайды. Бірінші қателік – тамақ пен сусынға қатысты көп мазасыздық. Кейбір адамдар үшін Рамазан тамақтың төңірегінде өтеді. Олар күні бойы ғибадат жасап, Құранды оқудың орнына ас мәзірін әзірлеп, азық-түлік сатып алумен, тамақ дайындаумен, әрі тағамды ойлаумен күнін өткізеді. Олардың күні бойы ойлайтыны тек тамақ. Сондай-ақ олардың ораза айы дастархан жасаумен өтеді. Құранда ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Шындығында Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді деп баяндалған. Әсіресе кейбір әйелдер уақытын ауыз ашарға тамақ дайындаумен өткізгендіктен олардың тарауих намазы мен тахаджуд намазына, Құран оқуына, тіпті дұға оқуына күші қалмайды. Шамадан тыс тамақ. Кейбір адамдар зәресінде шектен тыс тойып алады. Осы қалыптарында күні бойы аштықтан құтыламыз деп ойлайды. Ал ауыз ашарда өмірінде жеген соңғы тағам сияқты тағы да мөлшерден артық жеп, күндізгі бос орынды толтырады. Алайда мұндай мінез-құлық сүннетке қайшы болып табылады. Бұл ретте әр нәрсенің орны мен шегі болуы тиіс. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген еді. Шынында да адам баласы өзінің асқазанына нашар нәрсені толтырған жоқ. Ол өзінің күшін арттыру үшін тамақтың біраз бөлігін жесе жеткілікті. Асқазанның 1/3 тамаққа, 2 бөлігін суға, 3 бөлігін тыныс алуға қалдырсын. Мөлшерден тыс тамақ адамды міндетті әрі қосымша құлшылықтардан алыстатады. Жүрегін бейқам етеді. Егер сіз ауызашар сәтінде өзіңіздің тәбетіңізді бақыласаңыз, сіздің оразаңыз текке кетпегені. Артық ас сізді жалқау етеді. Күні бойы ұйықтау. Кейбір адамдардың тобы толық күндерін немесе үлкен бөлігін ұйықтаумен өткізеді. Сонда осы қасиетті айда бізге ұйқы лайықты ма? Айтылмыш адамдар өз күндерін ұйқының құшағында өткізеді. Олар жайлылық пен жеңілдікке құштарлықтың құлы болып табылады. Аштыққа шыдап, ұстамдылық көрсетудің орнына ұйқыны таңдайды. Ораза ұстаушының көп бөлігін ұйқымен өткізуі оның тарапынан кеткен салғырттығы екені анық. Уақытты босқа өткізу. Рамазан айы бұл үлкен қазына. Біз рақым мен кешірім айының тез өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Сол үшін әр минутын Аллаға бойұсынып, ғибадатпен өткізіп, оның разылығын алуға тырысуымыз ауадай қажет. Оның үстіне біздің кейбіріміз әр күнін бейне ойын ойнаумен, музыка тыңдап, ұнамсыз бейнедегі фильмдер мен бағдарламалар көрумен өткізетіні де жасырын емес. Тыйым салынған нәрселерден тыйылмай ораза ұстау. Көпшілігіміз өсектен, ұрыс-керістен, жәбірлеу мен түрлі жағымсыз әрекеттерден тыйылмай ораза ұстайды. Тіпті кейбір харам нәрселермен айналысады. Мәселен, ішімдік сатады, азғындыққа барады. Тағы да басқа қорыта айтқанда, соның барлығынан толыққанды тазару ұсынылады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисінде осы жөнінде тамаша түсіндірген. Егер кім-де-кім жалған сөйлеу мен басқа да істерден тыйылмаса, Алла сендердің тамақ пен судан бас тартқандарыңа мұқтаж емес. Жұмыс істеуге немесе емтиханға байланысты оразаны жіберіп алу. Емтихан мен жұмыс адамға ораза ұстамауға мүмкіндік бермейді. Егер сіз Алланың разылығы үшін барлық діни міндеттеріңізді орындасаңыз, Алла сіздің барлық ісіңізге жеңілдік сыйлайды. Оған Алла ойламаған жерден ризық береді. Ал кім Аллаға тәуекел қылса, сонда ол оған жетіп асады. Сөзсіз Алла өз бұйрығын атқарады. Расында Алла әр нәрсеге бір өлшеу қойған. Әлеуметтік желіде отыру. Біз уақытымыздың көбін әлеуметтік желіде өткіземіз. TikTok, Facebook, Instagram немесе WhatsApp. Алайда қасиетті Рамазан айында олардан мүлдем тыйыла алмаса да, әлеуметтік желідегі уақытты азайту қажет. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса,
Арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.